Сәлем баршаға, бүгін сіздерге әр үйдің аптечкасында болу керек судакрем туралы айтатын боламын. Не үшін судакрем әр үйде болу керек? Себебі бұның құрамында мырыш бар. Ол теріні ылғалдандырып, қабынуды басады. Кез келген қызаруды қолдануға өте тиімді. Тоқтаусыз мұрын ағудан соң осылай қызару болса, судакрем жағыңыз. Судакрем теріні ылғалдандырып, қабынуды тез басады. Әсіресе балаларда осындай қолтық қызаруларда, мойын қызаруларда судакрем бірден жақсаңыз жақсы көмектеседі. Тері аурулардың алдын алады және асқындыруды болдырмайды. Судакремнің орнына кез келген дәріханаларда табылатын осындай түрлерін қолдансаңыздар болады. Бұлардың құрамында да мырыш бар. Көп аналардың қателігі денеде қызару болғаннан бірден осы екі мазмұн бірін қолданады. Бұлардың бірі антибиотик, бірі гормон болғандықтан тікелей бауырға кері әсері көп. Сондықтан бұлар тек қана көрсеткішке қарай қолданады. Судакрем жалпы денеде кез келген қиылған, қажылған, айқын қызаруларда судакрем жақсы көмектеседі.